сабақта қолданатын ең үздік әдіс тәсілдерімді сіздерге түсіндіріп кетейін деп отырмын. Менің бірінші әдіс тәсілім аты ол running dictation әдісі деп аталады. Running dictation әдісі, яғни қазақша аударған кезде жүгірмелі диктант дегенді білдіреді. Бұл әдісте көріп тұрғандарыңыздай мен 4 сыныпта алдым. Сіздер білесіздер, ағылшын тілі сабағын біз 2 топқа бөліп оқытамыз. Яғни менің тобымда 11 оқушы бар. Сол 2 тобымды 2 топқа бөлдім. Ал бұл әдісте оң жақ қабырғада, сол жақ қабырғада және есіктің жанындағы қабырғада деген секілді ақ парақ ілулі тұрады. Ал сол ақ парақта жаңа сөздер жазылып тұрады. Әр сыныптың деңгейіне байланысты әртүрлі сөздер 12 сөз, 10 сөз немесе 8 сөз деп. Мен осы 4 сыныптың деңгейіне байланысты 8 сөз алдым. Бұл 8 сөз, яғни ағылшынша сөздер және аудармасымен, қазақша аудармасымен жазылған. Бұл әдісте 2 топта 2 жазушы отырады, орында қалады, олар жазып отырады, ал қалған топ мүшелері жүгіріп жүріп, жаңағы қабырғада ілулі тұрған сөздерді оқып, жаттап алып, жаңағы жазушыға жүгіріп барып, сол сөздерді айтып тұратын болады. Ал жаңағы жазушылар жаңағы сөздерді параққа, дәптерге жазып отыратын болады. Яғни бұл әдіс тәсілдің тиімділігі өте көп, мұғалімге де, оқушыға да тиімділігі бар. Мысалы, осы оқушыға тиімділігі әр сабақта, мысалы, осы әдісті қолданған кезде оқушылар кем дегенде 5-6 сөзді жаттап алатын болады. Ал екінші әдісі, осы running dictation әдісінің екінші түрі, ол бізге method box, яғни қорапша, қобдиша әдісі деп аталады. Қорапша, қобдиша әдісі, яғни ол бірінші әдіс тәсілдегі running dictation әдісіндегі жаңа сөздерді қорытындылау болып табылады. Яғни жаңа қорапша ұстап тұрам, сол қорапшаның ішінде сөздер тұрады. Сол сөздерді барлық оқушылар келіп, жеке-жеке сол сөздерді таңдап алады. Ал сөзді оқиды бала және аудармасын аударады. Яғни бұл тиімділігі жаңағы running dictation әдісіндегі сөздерді жаттаған кезде, мысалы, оқушылар жақсылап қызығушылықпен орындайтын болады, соны жаттап алуға тырысатын болады. Және де сонымен қатар бұл әдісті тек қана ағылшын тілі сабағында емес, сонымен қатар математика сабағы деген секілді есептер жазылып тұрса да болады, немесе қазақ тілі, орыс тілі сабақтарында сөйлемдер жазылып тұрса да болады. Және де құрметті қазылар алқасы, сіздерге міне QR код әкелдім. Бұл менің сабақта қолданатын әдіс тәсілдерім, ең үздік әдіс тәсілдерім. Оның видеосын көрсеңіздер болады QR кодпен. Және де екінші әдіс тәсілім, ол менде боулинг әдісі деп аталады. Яғни сіздер Google-ға жазасыздар Genially деп. Сол Genially платформасының ішінде боулинг әдісі бар. Сол боулинг әдісі оқушыларға өте жақсы тиімді. Мысалы, сабақтың басында, ортасында, соңында да қолдануға болады. Және де көбінесе грамматиканы алса да болады. Осылай қолданамын. Бір рет мен өз сабағымда осылай қолданып едім, оқушылар қатты қызығып қалды. Апай, тағы да осы ойынды ойнайықшы деп. Бір жағынан тиімді, пайдалы, бір жағынан қызықты. Осы әдіс тәсілдерім. Видеосын көріп отырсаңыздар.